Ассалаумағалейкум достар, менің кезекті де керемет видеома қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендерге Джонниді қалай телефонда ойнауға болатынын айтатын боламын, яғни GTA 7 сайт туралы. Видео өте қызықты болды, так что до конца қараңдар. Видео бастамастан арнама жазып, видеоға лайк басып кетіңдер. Ендеше мен көп созбай бастаймын. Алдымен сендер осы видеоның описаниесінде тұрған менің осы телеграм каналыма өтесіңдер және тіркеліп мынау GTA 7 сайт дегенде жазып алатын боласыңдар. Небәрі 1 гигабайт қана. Сосын осының үстінен басып тұрасыңдар да, мынаны басасыңдар үшімше андай доwnloadқа сақтайтын. Қазір бұны сәл күтетін боламыз. Көп уақыт алмайды, где-то бір минут, ары кетсе ең көбінде 1 минут уақыт алады. Қазір уже бізде болайын деп қалды. Міне, бұл болмай жатса, егер бүйте салыңдар уже. И үстіне жоқ болып қапты уже. Все, мына қашамыз, сықып пробникке кіреміз, кірсеймі. Сөйтіп, мына жерден біз достар загрузки дегенді басатын боламыз таңдайтын. И осы жерден мына телеграм дегенді таңдаймыз. Және де бізде міне GTA 7 сайт деп тұр, осының ішіне кіреміз де, мына GTA7site.apk деген үстінен басып, установить етіп жазып алатын боламыз. Бұл бізде көп уақыт алмайды, ары кетсе сол бағанағы 1 минутошым. Достар, егер де көбісі айтып жатыр, ойналмайды деп, ол памяттарыңызға қараңыздар. Памяттарыңызда минимум 5 гигабайт или 4 гигабайт орын бос болса, онда смело ойналады. Ал бос болмаса, осы мен телеграм каналыма кіріп, осы чат бар ғой, комментарий, сол жаққа жазсаңдар болады. Все бізде болды. И com.rockstar деген басамыз, копировать и шығамыз. Основная Android деген папкаға вставить етіп салатын боламыз. Болды бізде көп уақыт алмайды, где-то 1-2 болды. Енді мына жерде 0-ден 421 деп тұрады. Бұл жерде қорықпаңдар, бұл ары кетсе 2 секунд либо все уже айтып бітем дегенше болып қалды ғой. Шығамыз, төбеден EIDB деген тартып алғанбыз болатынбыз. Енді алдыңғы видеоларда тутор бар, сол жақты көрсеңдер болады. Кіреміз, бізде қосылып тұр екен. Онда смело біз екі пробанигімізге кіре беретін боламыз. Мінекей екі пробаник және де мынау қазір кірсін осыған сәл күтеміз. И бұны түріне памят, и осы жерден мынау Android-ке не все не тұр екен. Бағанағы файл таңдаймызда березат либо копировать етсеңдер болады. Негіз березат еткен дұрыс. Или копировать етіңдер егер сендер бірінші рет істеп тұрған болсаңдар. Все үсті бошы датаға кіреміз және қазір ашып жерсін, сосын выставить етіп қоятын боламыз. И вставить, сосын бізде үстіп жүреді. Енді болды, бізде көп уақытқа созылмайды. Айтпақшы достар, арнама жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Скоро 1000 подписчикке жетеміз деген ойда болды. Міне com.rockstar деп тұрған болатын файл енді үстіп все болған екен смело шығасыңдар да. Ой, анау не болып қалды. Все, міне катастада деген кіресіңдер және осы жаққа кірген екен. Окей, ошым разрешит, анау бәрін бересіңдер де, сөйтіп осы жерде күтетін боласыңдар. Міне үстіп күтіп тұрамыз, қазір ашылу керек енді. Все, офлайн деген басамыз, үстіп сендерде кіруі керек. Мінекей GTA 7 сайт деп, сосын мына жерде начать игру деген басасыңдар, загрузить игру, и вомикс. Все, еш жерде де енді сәл күтетін боласыңдар. Бәріңде үстіп кіру керек, егер қап-қара экран болып тұрса, бағанағы датаны тексеріңдер сендерде файл дұрыс емес. Или сол датадағы файлды өшіріңдер де, бағанағы файлды қайттан асықпай қойыңдар ошым. Все, енді біз сіздерге енді тұтыр көрсетіп жіберейін, анау мынауын қазір. Все, үстіп шығамыз және де мына жерде бізде үстіп клеуменет шығарушына дәуір күзет геймер дегеннен пәске қарап тез сырғы жібересіңдер, сол кезде үстіп ашылады. корреспонд деген бұл бізде машина таңдайтын, любой машина таңдай бересіңдер. Осы жерден қалаған машиналарын таңдаңдар. Мысалға маған мынау керек. Мына не машина деймін? Lexus ба, Toyota екен. Все, сөйтесіңдер, қазір егер кортеж деп басатын болсаңдар, онда бізде артын осындай қырғын келіктер, ошым кортеж ғой не болса да. Сонымен мигалка деген нәрсе бар мына жерде. Бұл енді түнде ғана жұмыс істейді. Түнде өзінің фарлары жанған кезде мигалт етіп ошым маргант ететін болады. Сосын бізде тағы бір функция бар, ол телепорт деген. Ол үшін картаны басасыңдар және лейвой жер таңдайсыңдар да, сөйтіп мынау телепорт дегенді басатын боласыңдар. Все, короче, айтпақшы достар, мен Джонниді ұмытып кеттім ғой. Үстіп басасыңдар, мына скинсқа кіресіңдер, и Джонни деп тұрады, екінші соны бүйтіп қатыватса, үстіп жересіңдер де, сөйтіп қойсаңдар өзі реттеліп кетеді. Бұл қазір міне менде реттелді, и все, мінекей. Осымен видео соңына жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңдар. Ал давайте арнама жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңдар.